Хей, бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Даник, біз бүгін сіздермен бірге Life Rush ойынын жалғастыратын боламыз. Бүгін бізде видеоның атынан көріп тұрғандарыңыздай, бүгін бізде путь до Фомы. Яғни біз семьяға дейін путь бастайтын боламыз. Біздің целіміз семья ашып, оны дамытып, топ бір семья болу. Әрине ол бізде енді болмауы да мүмкін, может болу да мүмкін. Неше серия түсіретін боламыз. Сондықтан видеоны до конца қарап, видео өзіңіз оценкаларыңыз беріп кетіңіздер. Айтпақшы достар, мен сіздерге айтатын жаңалығым бар. Мен бүгін сіздерге бір конкурс жасағым келіп тұр. Ол біздің Telegram каналда. Ол Telegram каналдың ссылкасы описаниеде болатын болады. Және де міне осы жерге шыққан фотоға қарасаңыздар, осы жерден барлығын түсіне аласыздар. Сіздер де конкурсқа барлығыңыз қатыса аласыздар. Конкурсқа қатысып ұтысты болыңыздар. Сол жерде барлығын анықтайтын боламыз. Тек қана сол жерде бізбен бірге болыңыздар. Бүгін сағат 3-ге дейін, 3:30-ға дейін, 3:30-да біз анықтайтын боламыз. Сондықтан Telegram каналға тез өт, ал біз бастаймыз. Көп ойланбай сразу күнімді инкассатор жұмысын бастадым. Біз қазір осы инкассатор жұмысында жұмыс істеп ақша табатын боламыз. Қазір біз өзімізге напарник табу керек. Нәже инвайт деп жазайық, өйткені ол мені шақыру үшін. Так, мен шақыру керек. Ол мінекей бізге предложение лақтырды. Болды, біз напарникпіз. Енді қазір ол тағы да бір адамды қосқанын күтетін боламыз. Так, мені біз өзіміздің жұмысымызды бастап кеттік. Яғни біз уже машинаға отырдық. Қазір біз Охрановка қаласына барып, сояқтан машинамызға ақшалар салатын боламыз сумкадағы. Менеке біз уже Охрановкаға келдік. Қазір машинамызға ақшаларды салып жатырмыз. До конца 20 сумка салу керек. Содан соң ары қарай басқа қалаға баратын боламыз. Так, менеке достар, біз уже Южный қаласына да келдік. Біз осы жерден өзіміздің машинамыздан сумкаларды алып банкке өткізетін боламыз. Сөйтіп өзімізге табыс тауып ақша алатын боламыз. Инкассатор жұмысын білмейтіндерге керек болады. Міне дегенше біз уже банкке зарплата алуға келдік. Машинадан түсіп, ары қарай мына жерге келіп, зарплатамды алатын боламын. Бізге менеке 118 000 берді. Енді біз ары қарай адамдар шақырып келесі рейсқа кететін. Я достар, біз уже келесі рейсімізді бастап кеттік. Бұл бізде екінші рейс, тағы да ақша табатын болады. Так, менеке достар, біз уже сумка салып жатырық машинамызға ақшалармен. Менеке достар, біз уже Арзамас қаласындағы банкке де келдік. Біз ақшаларды банкке өткізіп жатырмыз. Қазір барлығын салып біткеннен кейін тағы да келесі рейсқа кететін боламыз. Достар, банкке кетіп баратып ақшаларымды өткізем деген кезде менде краш болып ойыннан шығарып жіберді. Қазір ойынға қайтадан кіретін боламыз. Так, мінеке достар, біз уже ойынымызға да келдік. Жаңа осы жақта келе жатып краш болған болатын, сондықтан енді осы последний место деп шыға салдым. Ары қарай бізде неге жақын ғой. Так, мені достар, тағы да өзіміздің бір рейсіміз бас. Мені достар, біз уже ақшаларды салуға келдік. Міне дегенше біз уже банкке де келдік. Базарван банкінде өзім жалғыз ақшаларды банкке салып жатырмын. Қалған адамдарда краш болды, шығып кетті, бір нәрсе болды. Уже ақшаны зарплата алуға да келдім. Мен уже 3-ші зарплатам, бізге 111 000 берді. Достар, менде ары қарай кыды, яғни маған 30 минут демалу керек болады. Сондықтан видеоны аяқтайық. Достар, біздің видеомыз аяқталды. Егер видеоны лайктарыңыз басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Менің каналымды 100 подписчикке тез жеткізіп тастайық. Міне экранда көргендеріңізде бізде қазір 91 подписчик. Ал достар, сіздерден 100 подписчик күтетін боламын. 100 подписчик болғанда бізде мен мега конкурс ойнататын боламын. Өте күшті конкурстар болады. Так что тіркеліп үлгеріңіздер. Бәріңіз қатыса аласыздар. Ал достар, давайте.